Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Міне осындай туларды көтеріп келе жатырмыз. Қырғызстанға келдік, Бишкек қаласындамыз. Осы біздің Қазақстан Республикасының туларымыз бар, және Азербайджан, Туран деген Турция. Осындай керемет, тамаша көрсеткім келеді. Халықаралық жиналыс, былай айтуға болады. И және мұнда осындай саябақ бар, Қырғызстан Азербайджан достығына. Соны көрсетейін деп едік. Құдай бұйырса, Алла жазса, болашақта біздің елдеріміз бір әскери одақ құрады деп үміттенеміз. Мен үміттенемін. Қырғыздар, Азербайджандар, біздің бауырлар, қырғызша айтқанда бір туғандар деп айтуға болады. Ата-бабаларымыз бір, тіліміз бір. Құдай бұйырса, болашақ бізде бәрімізде бірге болады. Бірлік болады, бірге болады. Міне осындай Қырғызстан, Азербайджан достық сел бағы деген. Мінекей. Осындай тамаша көрсеткім келеді. Міне мынандай, міне Туран деген әкеле жатқан мінекей. Тамаша. Міне. Алхамдулилля, сондай парк бізде де ашу керек негізі. Уақыт келіп жатыр. Азербайжан бауырларға, қырғыз бауырларға, турк бауырларға, түркмен бауырларға. Мен мұнда жазда болдым, білген жоқпын осындай саябақ бар екен. Аллаху акбар. Жетісіне қараған күні мұнекей біздің ордош қазақ елі шындай бір ынтымақты ардагерлері мындай қызматтастық әрекетте отырабыз. Құдай бұйырса бүгін қонақтап ертең күні өзіміздің меморандум келісімдеріміз болады. Құдай бұйырса барлығы жақсы, барлығы ынтымақ әрекетте, мұндан нардағы игіліктерді жаратқан мақсатта ынтымақты, тыныштықты үндеу мақсатта ынтымақ күшейе берсін. Барлық елге, барлық жер жүзіне тыныштық қалайсыз, барлық ынтымақ береке берсін. Қазақ бауырлар, Қырғызстан, алға. Рахмет, алға. Тек алға. В общем, суретке түспейді. Да, в общем, давайте становитесь. Тұра қалыңдар, мен былай Уважаемые түсіре друзья, берейін. сегодня вы видите, иншаллах, мы прибыли в город Бишкек к нашим кыргызским братьям. И сегодня вы видите вот такой парк. Кыргызстан, Азербайджан, достук, сеил, бага. Вот такой, я считаю, парк должен быть для всех наших тюркских братьев. И в Казахстане, иншаллах, мы тоже выйдем с предложением после нашего автопробега международного, чтобы столица нашего государства, город Астана в Казахстане, чтобы стоял такой тоже огромный парк для всех народов. Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Казахстан. Все должны быть в одном, я считаю, братья, все должны быть вместе. Вот такой парк должен быть объединяющей силой для всех наших и туристов, прибывающих гостей наших республик, да, чтобы не делиться, да, чтобы все. И по примеру, вот, иншаллах, президента Жапарова, чтобы Казахстан тоже, наш президент Токаев, Казан Кемелович, чтобы вот такие парки сделал не только в столице, но и в городах всего нашего Казахстана. Поэтому я хотел бы, чтобы обратиться и к нашим азербайджанским, турецким братьям, всем нашим братьям, и туркменским, и узбекским, чтобы такие парки везде были. Это должно показать наше единство, нашу силу, нашу мощь тюркского народа, что мы все братья под одним знаменем. Один Аллах, один священный Коран, нам делиться не надо, один язык, и мы друг друга понимаем, иншаллах. Поэтому еще раз всех хочу поздравить. Сегодня мы прибыли с нашими братьями
ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, с кыргызскими братьями, с которыми мы когда-то были вместе на таджико-афганской границе, в одних окопах сидели и отставили безопасность наших государств. Поэтому пришло время объединяться и быть одной единой, мощной силой, которой мы говорим Туран, говорим тюркские братья, народы должны быть единственные братья. С уважением, Мурат Мухамеджанов. Аллаху Акбар, иншаллах. Айтасыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу ветерандар, дорогие ветераны. Сегодня в нашу республику, Кыргызскую республику, прибыли гости из Республики Казахстан. Мы приветствуем всех с дружеским визитом автопробег. Так получилось, что впервые мы встречаем своих братьев по оружию боевых действий на нашей кыргызской земле. Я очень рад, что мы сегодня совершаем первый такой шаг сотрудничества. И я надеюсь, наверное, что это будет в дальнейшем развиваться, наше сотрудничество. Рахмат. Кыргызча кимчилик, Замир. Ассаламу алейкум. Урматтуу Ажик Ооган Катыраак. тынчтыкты орнотуучулар, мына бүгүн Кыргыз Республикасына, Казак Республикасынан ушу куралдаштарыбыз келип отурат. Бүгүн биздин максатыбыз ушу Казак Республикасы менен Кыргыз Республикасынын 92 жылдан 99 жылга чейин Тажик-Афган границасында ушу толук эле Орто Азияны коргоо максатында ошол жерде кызмат кылып келгенбиз. Мына бүгүн ушул казак бир туугандар биздин Бишкек шаарыбызга келип отурушат. Кудай буюрса, казак бир туугандарыбызды колдон келишинче сыйлап, ушу өзүбүздүн куралдаштар менен биргеликте өзүбүздүн жаш муундарды патриоттук сезимин күчөтүүгө жана ошондой эле жаш балдардын армияга болгон суктануусун арттырууга ушунчалык кошулуп иш кылганга даярбыз. Кудай буюрса, дагы мындан кийин көп кызматташтык кылабыз. Аман эсен келипсиздер. Казактын Allah жигиттери razı olsun bavrum. бар болуңуздар, аман болуңуздар. Tanrı kutlanıştınız. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндө мына Казакстан мемлекетинин биринчи тәуелсіздік аздалының бірінші ардагерлеріміз Тәжік-Афган шекарасында өз әскери борышын орындаған республика қоғамдық бірлестігіміз осы алдында өзімізге қойылған мақсат автошеру жасалу. Азербайжан мемлекеті, Түркі мемлекетіне автошеруді орындадық. Енді бүгінгі күнді Қырғыз мемлекетіне келіп отырмыз. Біздің бұрынғы қарулас бауырларымыз Тәжік-Афган шекарасында өз борыштарымыз орындаған бізді құрметпен қарсы алып жатыр. Бүгінгі күнде міне жаңағы айтылған паркке келіп отырмыз. Жазылып тұр, Қырғызстан, Азербайжан достық сейілі бақта дейді. Сол үшін бүгінгі күнде біз үлкен құрметпен қарсы алғаннан кейін өзіміздің бауырларымыз, қырғыз достарымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Басты мәселе түркі тілдес одағын құру, біздің түркі тілдес бауырларымыз бірігу, Азербайжан, Турция, Түркменстан, Қырғызстан, Өзбекстан. Сол үшін алдымызда бізде сапар әлі бар Өзбекстан мемлекетіне. Өте қуаныштымыз, осылай бірігіп, бір-бірімізді қолдап, түркі тілдес бауырлар өте үлкен, мықты одақ құруымыз керек. Рахмет.